Бұл сабақта мен сіздерге биржаларға қалай тіркелу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін қараңыздар, биржа деген ішіне кіріп көрейік. Бұл жерде сіздер қазір 4 биржаға тіркеліп алсаңыздар болады, немесе бір биржаға тіркелсеңіздер де бола береді. Қараңыздар, Binance биржасына, не болмаса OKX, Bybit, ATX, жалпы осы биржаларға тіркеліп алсаңыздар болады. Яғни P2P арбитражбен айналысу үшін осы биржалардың барлығы керек болады. Негізгі қолданатын ол биржаңыз тек қана Binance биржасы, қалған биржалар кейбір уақыттарда керек болып қалуы мүмкін. Сондықтан да Binance биржасына кіреміз. Кірген кезде бізде регистрация деп тұрады. Осы регистрацияны басамыз. Басқаннан кейін астында создать аккаунт деп тұрады. Осы создать аккаунт дегенді басамыз. Одан кейін регистрация дегенді басамыз тағы да. И осы жерге почта немесе телефон номер тіркеу керек болады. Осы жерге желательно поштамен тіркелгендеріңіз дұрыс болады. Бірақ пошта біреудің атындағы емес, желательно өз атыңыздағы болған дұрыс. Не болмаса сол бір пошта сенімді, яғни сол поштаға қалаған уақытта тіркеле алатындай, қалаған уақытта ішін ашып көре алатындай поштаңыз, яғни жұмыс деп тұрған поштаңыз болу керек. Егер басқа бір пошта болса, егер ол поштаның паролін ұмытып қалсаңыз, ертеңгі күні қиын болып қалуы мүмкін. Неге? Өйткені сіз Binance биржасына тіркелгеннен кейін, сізде ол жақта ақша, үлкен, серьезный бұл жақта жұмыс болғаннан кейін, сіз ертеңгі күні Binance-та обновление болып, Binance-тан шығып кетесіз, просто қайтадан кіретін кезде осындай Binance-тың паролін ұмытып қалуыңыз мүмкін. Сіз сол кезде Binance-тың паролін ұмытып қалсаңыз, сізге поштаға, яғни SMS келеді. Сол кезде поштаңыз ашық тұру керек. Сол үшін де пошта кішкене сенімдірек пошта болу керек. Яғни жаңадан ашып салсаңыз болады. Яғни жұмыс деп тұрған пошта болу керек. Одан кейін мына жерде галочканы қоса саламыз и ары қарай далее деп басамыз. Далее деп басқан кезде осындай бізге машина деп шықты. Машиналарды таңдап баса саламыз. Верификация. Одан кейін получить код дегенді басамыз. Одан кейін бізге SMS болып келеді қазір поштамызға. Поштаның ішін ашамыз. Бізге осылай SMS болып келіп тұр қазір. Келген кезде міне осы жерде код активация деп тұрады аккаунты. Осыны аласыздар да вставить етесіздер. И отправить деген кнопканы басасыздар. Осы жерге Binance-тың паролін қоясыздар. Binance-тың паролін. Бұл жердегі пароль қалай болу керек? Латын әрпінде үлкен әріптермен басталуы керек, және де 7-8 саннан асу керек. То есть әріптен асу керек. Осылай примерно үлкен әріппен, қалғаны кіші әріппен істей берсеңіз болады. Және де бұл жерде желательно точка болған дұрыс. Точка и одан кейін сандар. Мысалға жылыңыз. Мен 97-мін, например, 97, одан бөлекте сіз бір доллардың суреті сияқты бір эмблеманы қойсаңыз болады. Жалпы одан кейін далее дейміз. Одан кейін галочканы қосамыз, готов деп басамыз. Готов деп басқаннан кейін бізде осылай шығады. Кейбіреулер бұл телефонға байланысты шығады жалпы. Кейбір телефондарда шықпауы мүмкін. Добавить деп қосасақ болады. Яғни бұл ID арқылы қосуды сұрап тұр. Осылай сіздер тіркелесіздер. Бұл жай ғана Binance-ға тіркелу. Енді Binance-ға тіркелгеннен кейін сіздер верификация өтулеріңіз керек болады міндетті түрде. Осы жерде қараңыздар. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Осы жерде міне, яғни елімізді таңдаймыз, біз Қазақстан деп таңдаймыз. Қазы деп жазсаңыз, Қазақстан деп шығады. Яғни продолжить. Одан кейін именно осы моментке мән беріңіздер. Қараңыздар, осы моментке мән беріңіздер. Сіздер осы жерде бізде қазір Binance екіге бөлінеді. Яғни бұрынғы Binance және де Қазақстанда ашылған Binance. Яғни Қазақстанда ашылған Binance-та ешқандай да не жоқ. То есть қалай айтсам болады, P2P жоқ. Ал қазіргі неде ол жерде P2P бар. Енді осы жерде біз ештеңені баспаймыз, осы нет деген күйінше жібере береміз. Яғни бізге қазақстандық биржа керек емес. Продолжить деп басамыз. И осы жерге аттарыңызды жазасыздар. Және де аты жөндеріңіз, фамилия, отчестволарыңыз барлығы жазылады. Продолжить деген кнопканы басасыз. Одан кейін сізді кәдімгі Каспиге тіркелгендей видео снимек жүреді. Одан кейін удостоверениеңізді сұрайды. То есть бірінші удостоверение сұрайды, одан кейін видео, как Каспиге тіркеліп жатқан секілді видеоңызды сұрайды. Сол жерде түсіп аласыздар. Одан кейін
уже сіздерге бір сағат 2 сағат ішінде сіздерге жауаптар келетін болады. Яғни верификациядан өттіңіз деп. Верификациядан қандай жағдайда өте алмай қалуыңыз мүмкін. Удостоверениеңіз сынық болса, не болмаса, дұрыс качествода түсіре алмасаңыз, желательно жақсы качествода түсіріп жіберсеңіз болды. Дұрыс деген сөз енді бір телефоныңыздың экраны бір бұлыңғыр болып қалмаса болғаны. Яғни сүртіп кішкене жақсырақ түсіріп жіберсеңіз тезірек өтеді. Яғни осылай тіркеліп аласыздар. Ары қарай мен сіздерге Binance-пен осы биржалармен қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетемін. Яғни P2P, яғни арбитражник болып қалай жұмыс істеу керек екенін келесі видеоларда көре беретін боласыздар.